Армысыздар, құрметті көрермен. Бүгінгі ақпараттық сағатымыздың тақырыбы дәстүр мен мәдениет. Ұлттық генетикалық бастауы. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған ақпараттық презентациямызды бастаймыз. Қазақтар ежелден көшпелі халық, көк түріктің ұрпақтары. Территориясы Алтайдан Каспийге дейін үлкен аумақты алып жатыр. Ежелгі көшпенділердің мұрасын сақтаған қазақ халқының мәдениеті, салт дәстүр мен жоралғыларға бай. Қазақ қауымының осы күнге дейін сақтап келе жатқан баспана түрі киіз үй. Киіз үй көшуге қойылады. Жинап құрастырылады. Жазда салқын, қыста жылы баспана. Бұл ағаштан әртүрлі үй жануарларының терілерінен жасалады. Киіз үй қанатына байланысты 6 қанатты, 12 қанатты және де тағы да басқа атаулармен. Бұрынғы кездері ақсүйектер, байлар, билер мен хан патшалар өздерінің ордаларында, яғни үлкен киіз үйлерінде өмір сүрген. Бұл қазақ халқының бай болғанын нышаны. Қазақ халқының ең қадірлі ұғымдарының бірі шаңырақ. Шаңырақ сөзін әртүрлі мағынада қолданады. Мысалы, әке шаңырақтың негізгі тірегі. Бұл тіркесте шаңырақ сөзі отбасы ұғымының білдіреді. Сонымен қатар шаңырақ киелі ұғым ретінде өте қатты қалыптасқан. Бұл дегеніміз біздің киіз үйіміздің яғни тірегі, үсті. Сондықтан біз шаңырақ деген сөздің арғы жағын білуіміз керек. Қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған, ол туралы әртүрлі мақал-мәтел, қиын сөздер көп кездеседі. Қазіргі заманда қиыншылық, аштықта да, репрессия кезінде, қайғылы соғыс жылдарында да өмір сүрді, мойымады, талмады. Бұл қазақтардың төзімділігінің белгісі. Қонақжайлық қазақтардың ерекшелігі қасиеттерінің бірі. Ежелден келе жатқан қалыптасқан қонақжайлық қанымызға сіңіп кеткен. Тас түскен жеріне ауыр, қонақ қонған жеріне ауыр демекші, қазақтар өздеріне қарағанда қонақтардың жағдайын көбірек ойлаған. Үй иесі үйіндегі қонақтың кеткенше барлық қажеттілігін әкеліп, денсаулығына жауап берген болған. Бұл қазақтардың қонақжайлылығын айқын белгісі. Қазақ еліне, тарихына қызығатын әрбір адам алдымен қазақтардың салт дәстүр жайлы білуі шарт. Қазақтарда салт дәстүрдің түрлері өте көп. Ол әртүрлі жағдайларға байланысты. Тақырыптарға сай әрбір қазақ жадында сақталып қалған. Мысалы, қыз ұзату, жар, шілдехана, тұсаукесер, сүндет той. Бұл салт жоралғыларының өзіндік ерекшелігі мен мән мағынасы бар. Ежелден келе жатқан бұл дәстүр қазірге дейін сақталып келеді. Қазақ халқында өзін-өзі ұстай білу ережелері де аз емес. Бұл қатарға тыйым сөздерін айтуға болады. Тыйым сөздер деп жасауға болмайтын іс-әрекеттерді айтады. Оларға дастархан үстінде қатты сөйлеме, қажетсіз сөзді айтпа, нанды баспа, аққуды атпа, үлкен кісіге қарсы сөз айтпа деген секілді түрлерде кездеседі. Қазақ қауымында тыйым сөздермен қатар әртүрлі нақыл сөздер де көп деген. Бұл қазақ халқының ертеден дана халық екендігін мойындатып тұрады. Қазақ қауымында 7 саны қадірлі болып саналады. Осыған орай 7 санына байланысты көптеген салттар мен жоралғылар бар. Олардың қатарына 7 жарғы, 7 қазына, 7 жоқ, 7 ата, 7 нан, 7 шелпек, 7 керемет, 7 күн, 7 ғашық секілді түрлері көп. Бұл 7 санның қасиеттілігін айқындай түседі деп ойлаймын. Қазақ халқында бұрыннан жалғасқан салт бар. Бұл 7 саны. Бұл туыстық қатынасқа тікелей байланысты. Бұл 7 ата дәстүрі. Яғни 7 ата дәстүрі бойынша әрбір ер азамат өзінің ата тегін білуі қажет.
ол ата, әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, немене қатары бойынша жалғасуы шарт. Сонымен қоса туысқан жігіт пен қыз ешқашан отау құрмаған. Бұл қазақ халқының қанының тазалығын білдіреді. Тікелей айтқанда, егер екі жастың жеті-аталарының ортақ кісі келіспейтін болса, жастардың үйленуіне рұқсат етілген. Сонымен қатар қазақтар 300-ге бөлінеді. Олар ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз деп аталады. Әрбір жүз бірнеше тарауларға бөлініп, руларға ұласады. Бұл да қанның тазалығына әсер етеді. Қорытындай келе, қазақтың асыл мұрасы жетерлік, олардың күнделікті өмір сүру ережесіне де байланысты екенін ұмытпаған жөн. Қазақ елі асылда ғажап мәдениетке бай дана халық. Осымен біздің дәстүр мен мәдениет ұлттық генетикалық бастауы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған осындай дәстүр мен мәдениет атты ақпараттық презентациямызды аяқтауға рұқсат етіңіздер. Сау, саламат болыңыздар.